Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі өте керемет курага пирогын дайындаймыз. Үй температурасында майымызға қантымызды қосып миксерлеп аламыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, дайын болған қоспамызға араластырамыз. Жақсылап иілеп тындырып қоямыз. Курагамызды блендердан өткізіп алып, қантымызды қосып араластырамыз. Нанымыздың кішкене бөлігін алып аламыз, бетін әрлеуге қажет болады. Формамызға ыңғайластырып жайып аламыз. Бетіне курагамызды саламыз. Алып қалған нанымызды жайып, осылай кесіп аламыз. Бетін әрлейміз. Артылған нанымыздан осылай әдемілеп гүл жасап қойсақ та болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіс себеміз. Духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарай көресіздер. Пирогымыз дайын, дәмі өте керемет, жұмсақ, жасап көріңіздер.